Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі Азаматтық авиация академиясының география пәні мұғалімі Сейен Шүрнәс Тұрсынханұлы. Бүгінгі біздің география пәніне өтетін тақырыбымыз елдердің жиынтық ішкі өнімі бойынша экономикалық даму деңгейі. Бұл өте қызық тақырыптардың бірі болып келеді. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты жиынтық ішкі өнім бойынша өлшенген экономикалық даму деңгейі және әртүрлі елдерді салыстыру, үлкен жетілген немесе өтпелі экономикалық елдерден мысалдарды келтіріп қорытынды жасау және салыстырмалы диаграммалар мен графиктерді анықтау. Бұл жерде жетістік критерийлеріне толықтай келетін болсақ, дүниежүзі елдердің жиынтық ішкі өнімін есептей алу, үлкен жетіліктің ауыспалы экономикалық елдердің немесе және мүше елдердің жиынтық ішкі өнімін салыстыра отырып даму барысында қорытынды талдау жасай алуы. Бүгінгі білім алушылардың негізгі мақсаты ол осы үлкен жетілік немесе ауыспалы экономика елдердің арасындағы жиынтық ішкі өнімін салыстыру, мысалы дамыған елдерді ескере отырып және дамушы елдерді ескере отырып, олардың арасында талдау жүргізе алуы. Жан басына шаққандағы жиынтық ішкі өнімін анықтайтын болса, ол елдің жиынтық ішкі өнімі көрсеткішін ел азаматтарына бөлу арқылы анықталады. Мысалға айтатын болсақ, Қазақстан Республикасындағы жиынтық ішкі өнім көрсеткіші 296 миллиард 700 миллион доллар болатын болса, оны халық саны 20 миллион 286 мың 84 адамға бөлген кезде адам басына шаққанда 14,627 мың доллар болып есептеледі екен. Яғни бұл жердегі жиынтық ішкі өнімнің негізгі адам басына шаққанда көрсеткішін анықтайды. Сонымен қатар жиынтық ішкі өнімге негізгі әсер ететін факторлардың бірі ол тауар айналымы, немесе қаншалықты мемлекет, белгілі бір мемлекет қанша тауар және қанша қызмет көрсету арқылы оның еліне пайда түсіру және пайда түскен кезде оны халық санына бөлумен анықталады. Берілген осы елдердің жан басына шаққанда жиынтық ішкі өнімін есептеп кестені сіздерге толтыруға кеңес беремін. Және бұл жерде көрсетілген Қазақстан, Үндістан, ақш, Италия және Аргентина елдерін алатын болсақ, бұл жерде 2012 және 2014 жылдар аралығындағы жиынтық ішкі өнімнің өзгергенін байқауға болады. Сіздерге осы кестені есептеп көре отырып, сіздерге осы жан басына шаққандағы жиынтық ішкі өнімін анықтауға тапсырма беріледі. Экономикалық дамуды алатын болсақ, бұл жерде экономикалық даму дегеніміз тек жиынтық ішкі өнімі өсуі емес, және жалпы экономика бағыттарының көрсеткіштерінің көтерілуі керек екенін анықтайды. Бұл нағыз жиынтық ішкі өнімнің абсолют көрсеткіш ретіндегі және жан басына шаққандағы көрсеткіш ретіндегі ұзақ уақыт бойы өсуі. Яғни қараңыздар, бұл жердегі басты мақсат бұл белгілі бір жиынтық ішкі өнімін тек бір жыл ғана емес, оның кем дегенде 10 жыл аралығындағы оның өсімнің даму түрін қарастырады. Мысалға айтатын болсақ, жиынтық ішкі өнімнің жақсы көрсеткіштерінің бірі Америка құрама штаттарындағы жиынтық ішкі өнім өсуі 4 немесе 5% құрайды. Соңғы 10 жыл 20 жыл аралығында алатын болсақ, бұл өте жақсы көрсеткіштердің бірі болып келеді. Экономикалық өсу немесе даму жиынтық ішкі өнімнің жылдық қарқынының пайызда көрсеткіштерімен анықталады. Бұл жердегі қысқаша бұл көрсеткіштердің жиынтық ішкі өнім дамуының қарқыны деп атайды. Оны есептеу үшін осы жылғы нағыз жиынтық ішкі өнімін алып, одан былтырғы нағыз жиынтық ішкі өнімін көрсеткішін шегереміз. Сол кезде биылғы жылдың нағыз өсімін анықтауға болады. Яғни осы көрсеткіштерді былтырғы нағыз жиынтық ішкі өнім көрсеткішіне бөлеміз, шыққандағы санды 100%-ға көбейтеміз. Сондағы осы биылғы жылдың даму пайызы көрсеткішін анықтауға болады. Мысалға айтатын болсақ, экономикалық өсу немесе дамуды есептеу бойынша мына көріп тұрғандарыңыздай, нағыз жиынтық ішкі өнім өсімі ол бірінші айнымалы, екінші айнымалы, яғни былтыр жылдың аралығындағы айырмашылықты есептеледі, және оны пайызбен соңында көбейту нәтижесінде экономикалық даму деңгейі анықталады. Яғни Y0 көрсетіп тұрғандай нағыз жиынтық ішкі өнім былтырғы жылғы мәліметі, Y1 ол нағыз жиынтық ішкі өнім ағымдағы жылы мәліметі болып келеді, ал N ол халық саны болып есептеледі. Яғни түбінде соңында халық санына бөлген кезде оның көрсеткішін анықтауға болады. Былтырғы жылғы мысалға айтатын болсақ, былтырғы жылы жиынтық ішкі өнім 200 миллиард долларды құраса, ағымдағы жылдағы жиынтық ішкі өнім 210 миллиард долларды құрайды дейік. Экономикалық өсуді есептеу жолын алатын болсақ, бұл жердегі 210 миллиардтан біз 200 миллиард азайтамыз, сонда 10 миллиард доллар өсімі капиталда өсім байқауға болады. Және сол 10 миллиардты 200 миллиардқа бөлеміз, ол түбінде 0,105 болып есептелетін болса, 0,105-ті біз 100%-ға көбейтеміз, және соңында кейінде 5% көрсетеді. Яғни мемлекет
өткен жылмен салыстырған кезде, белгілі бір мемлекетті алатын болсақ, өткен жылмен салыстырған кезде оның жиынтық ішкі өнімі 5%-ға артты деген санды көрсетеді. Халықаралық экономика қатынастардың негізгі түрлеріне келетін болсақ, ол халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі түрлері, сонымен қатар оның ішіндегі ең негізгісі ол сыртқы сауда өте маңызды рөл атқарады. Капиталды шығару, яғни бір дамыған елдердің екінші дамушы елдерге капиталды шығаруын анықтау. Ғылыми техникалық байланыс ол өте маңызды рөл атқарады. Орнына келтіру жұмыстары, яғни ол жердегі адам жұмыскерлердің санын анықтау, жұмыскерлердің жалақысын анықтау, сонымен қатар несие қаржы қатынастарын, яғни ол жердегі банктардың несие беруі немесе депозиттік құрылым немесе несиенің проценттік есептелімі, осының бәрін есептеледі. Халықаралық туризм және қызмет көрсету салалары болып келеді. Қазіргі таңда халықаралық туризм әлемдік деңгейде жиынтық ішкі өнімнің өте дамуына қарқынды әсер етеді. Экономикалық дамуда әсер етуші факторлар олар табиғат ресурстарының саны мен оның сапасы. Екіншісі еңбек ресурсы, үшіншісі капитал, төртіншісі техникалық прогресс, бесіншісі инвестиция. Бұл жердегі ең маңызды көрсетілгенде, кезекпен көрсетілгенде табиғат ресурстары, қандай мемлекет, мысалы, қандай табиғи ресурстарға бай, мысалы, мұнай, газ, уран, алюминий, және темір, және басқа да басқа металдарға бай болу, және оның сапасы. Еңбек ресурсы, және ол жердегі адам саны, жұмыскерлер саны, қаншалықты олардың арасында байланыс, және сонымен қатар капитал бұл жердегі басты бір мақсатты атқарады. Бұл жердегі капитал дамыған елдердің екінші дамушы елдерге несие пайызында берген капитал болып есептеледі. Техникалық прогресс бұл қазіргі таңда өте маңызды рөл атқарады. Техникалық прогресстің арқасында көптеген экономиканың дамуындағы қазіргі таңда ақш-тың немесе Қытайды алатын болса, қазіргі техникалық прогресс 70%-ын алады деп айтсақ болады экономиканың дамуына рөлі. Инвестиция өте маңызды рөл атқарады. Дамыған елдердің дамушы елдерге инвестиция беру нәтижесінде олардың ары қарай дамуына өте үлкен әсер етеді. Экономикалық қайталану циклын айтатын болсақ, бұл жердегі цикл ол үнемі өсіп отыру керек процесс болып келеді. Бірақ экономикада үнемі ауысым, өзгерістер болуына байланысты өндірістік даму құнының төмен түсуімен алмасып отырады. Экономикалық циклды түрлі дамиды. Өндірістің шұғыл төменденуі немесе әдетте экономикалық кризис деп те аталады. Мысалы айтатын болсақ, ол даму нәтижесінде экономика шексіз дами бермейді ғой. Ол белгілі бір деңгейге жеткен кезде ол экономикалық оның төмендеуіне, құлдырауына алып келеді. Мысалы, оның негізгі 4 фазасын алатын болсақ, бірінші фаза экономикалық көтерілу, екінші фаза, яғни бұл жердегі басты мәселе барлық тауарлар мен қызмет көрсету салаларының өндірісінің үнемі үлкеюімен сипатталады. Табыстың ұлғаюы, сұраныстың көбеюі, өндірістің барлық көрсеткіштері өз шыңына жетеді, және тіпті бір мезгілде ұсыныс сұраныстан арта бастайды. Екінші фаза экономикалық құлдырау немесе рецессия, өндірістің қысқаруы, инвестиция немесе табыстың азаюы, жиынтық ішкі өнім деңгейінің құлауы, және барлық көрсеткіштер ең төменгі нүктеге кризиске алып келеді. Бұл жердегі енді біз білетіндей тарихты алатын болсақ, 1929-30 жылдары болған ақш-та болған ұлы депрессияны алуға болады. Бұл оған дейінгі Америка құрама штаттарының экономикасы даму шегіне жеткеннен кейін 30 жылдары үлкен кризистің болу нәтижесінде мемлекет өте үлкен кризиске тап болған болатын, және мемлекет экономикасы депрессияға ұшыраған болатын. Бұл жердегі басты мәселе то, что экономиканың ары қарай дамуына көптеген сыртқы факторларға тікелей тәуелді болып келеді. Үшінші фазаның бірі ол қайталану, өндірістің біртіндеп қайталануы басталады, сұраныстың артуы, өнеркәсіпте қосымша жұмыстардың орындарының ашылуы, сауда қыза бастайды, халықтың табысы көбейіп, кәсіпкерлердің пайдасы арта бастайды. Бұл фаза барлық экономикалық көрсеткіштер бойына шыңына жеткенше жалғасады, және сонымен қатар қайтадан цикл басталады. Ол циклдің ұзақтығын біз тарихтан білеміз. Соңғы 30 жылдар алған циклді алатын болсақ, ол экономикалық кризистің дағдарысы, соңғы бұл цикл әр 50 жыл сайын байқалады. 50-60 жыл сайын экономикалық зерттеулерге сәйкес 50-60 жыл сайын осы циклдің қайталануы байқалады тарихта. Сіздерге мына жердегі графикті көрсете кетсем, бұл жердегі мына қазіргі таңдағы мемлекеттердің 2023 жылы бойынша мәліметтер бойынша ең үлкен жиынтық ішкі өнімі Америка құрама штаттарында анықталады. 25 триллион долларды құрайды. Одан кейін Қытай Халық Республикасы 19,9 триллион. Одан кейін Жапония 4,9 триллион құрайды.
және ары қарай Германия сияқты, Ұлыбритания, Франция сияқты елдерді, Еуропадағы елдер жалғыз болды. Міне қараңыз, көріп тұрғаныңыздай Америка құрама штаттары және ақш бүкіл әлемдегі жиынтық ішкі өнімнің 50%-ын алады десек болады, 55%-ын алады. Бұл өте үлкен көрсеткіш. ақш мысалы айтатын болсақ, ақш бұл дәрежеге жүздеген жыл, 200 жыл ішінде жетіп отырса, Қытай Халық Республикасы соңғы 50 жылда осы деңгейге жеткен болады. Оның жиынтық ішкі өнімі қазіргі таңда Америка құрама штаттарына жетіп қалды деп айтсақ болады. Оның экономикасы өте қатты қарқынды дамып жатыр. Қазіргі процентпен есептейтін болсақ, Қытай Халық Республикасында жиынтық ішкі өнімі 5-6% құрайды дамуы. Ал Америка құрама штаттарында 2 және 3% құрайды. Қазіргі таңда Америка құрама штаттарының жиынтық ішкі өнімінің өсуі бәсеңдеуде, тарихта қазір есептелетін болса. Ал Қытайдың экономикалық өсімі өте қарқынды дамуда, 5-6% құрайды. Бұл өте жақсы көрсеткіштердің бірі болып келеді. Сонымен қатар сіздерге картада көрсетілгендей, әлемдегі капиталды есептейтін болсақ, жиынтық ішкі өнімдегі мына жердегі көк түспен белгіленген ірі аумақтар, көк түспен белгіленген бұл жердегі Америка құрама штаттары, Еуропа елдері және сонымен қатар Қытай. Америка құрама штаттары мен батыс Еуропа елдерін алатын болса, олардың жиынтық ішкі өнімі және капиталы $10 триллион асады. Ал мысалы көрсетілгендей, Қытай және Жапония, мысалы Шығыс Азия елдеріндегі мысалы Қытай мемлекеті бұл өзі даму шегіне осы Америка құрама штаттары мен батыс Еуропа елдерінің басты конкуренциясы деп айтсақ болады, конкурент болып келе жатыр экономикалық деңгейде. Және бұл жердегі қазіргі таңдағы тарихтағы және экономикада ең ірі өзгерістер ол осы Қытайдың әлемдегі перифериядан жартылай периферияға және онымен қатар жартылай перифериядан әлемдік центрге және орталыққа айналуы. Бұл өте үлкен тарихи өзгеріс деп те айтсақ болады. Сіздерге тапсырма, берілген кесте бойынша дамыған және дамушы және мүше елдердің экономикасына сипаттама бересіздер. Жиынтық ішкі өнім әр жылдағы өсімнің салыстырмалы графигін жасайсыздар. Графиктерді өзара салыстырып талдаңыздар және елдердің жиынтық ішкі өнімі болашағын болжап қорытындылайсыздар. Және сонымен қатар тапсырма ол төменде көрсетілген экономикалық даму көрсеткіштеріне түсінік беріңіздер және мысал келтіріңіздер. Экономикалық фактор, біріншіден әлеуметтік фактор, екіншіден үшінші демографиялық фактор және төртінші саяси фактор. Осы факторлардың қайсысы қаншалықты әсер етеді және сонымен қатар оларға түсінік бересіздер. Егер тапсырма сіздерге сонымен қатар болашақта Қазақстан экономикасының өркендеуіне, жақсаруына қандай үлес қосасыздар, эссе жазыңыздар. Сіздерге тапсырма және Росто моделі мен Мюрдальдың орталық периферия моделіне түсініктеме жаза кетіңіздер. Бұл өте қызық мәселе, оны біз болашақта әлі талқылаймыз. Және осы жиынтық ішкі өнімін анықтау өте маңызды болып келеді. Мына жерде көрсетілген графиктегідей. Қазақстанда айтатын болсақ, бізде Қазақстанда да жиынтық ішкі өнім өте қарқынды дамып келеді. Мысалы 5%. Соңғы жылдармен салыстырғанда бізде 5% өсімі өте жақсы дамуды көрсеткішін көрсетіп келе жатыр. Мысалы Қазақстандағы экономика ары қарай дамиды болашақта, және сонымен қатар бізге әсер ететін Қытай инвестиция, Қытай Халық Республикасының инвестициясы біздің экономикамызға дамуына үлкен әсер етеді. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.